оқушылар, сабақта бастамас бұрын барлығымыз бір-бірімізге жақсы тілектерімізді білдіріп алайық. Асқар, бүгінгі сабақта саған тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет, апай. Ақнар әрқашанда ата-анамның мақтап. Рахмет, Мұратбек, бүгінгі сабақта жақсы баға алуыңа тілектеспін. Рахмет. Үлгілі оқушы болуыңа тілектеспін. Алғыр оқушы болуыңа тілектеспін. Рахмет. Айдана болашағы жарық болсын. Рахмет, әрдайым жеткен жетістіктеріңіз көп болсын. Жарайсыңдар. Ал оқушылар, пазл әдісі арқылы топтарға бірігіп алайық. Ал балалар, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы мұхиттарда тіршілік дүниесі. Сабақтың мақсаты оқушылардың дүниежүзі мұхиттары туралы түсініктерін қалыптастырып, оларды картада таба білуге және де бір-бірінен салыстыруға үйрету. Ал енді үй тапсырмасын сұрақ-жауап арқылы пысықтап алайық. Ал енді оқушылар бірінші сұрақты оқимын. Гидросфера жердің қандай қабығы? Қай топ жауап береді? Ал Роза айта ғой. Гидросфера жердің су қабығы. Жарайсың. Ал екінші сұрақ. Гидросфераға не жатады? Қарақат. Өзендер, көлдер, гидросфераға жатады. Теңіздер, мұхиттар жатады. Жарайсың. Ары қарай табиғатта су қандай күйде кездеседі? Кім жауап береді? Малика. Қатты, сұйық және де газ күйінде кездеседі. Жарайсың, өте жақсы. Ары қарай табиғатта су қандай күйде кездеседі? Асқат. Иіссіз, түссіз, дәмсіз. Жарайсың. Суда еритін заттарды ата кім атайды? Айдана. Қант, тұз, мұз. Жарайсың. Ең соңғы сұрағымыз судың химиялық формуласы қандай? Ақнұр. H2O. Жарайсыңдар. Әлем бойынша 4 мұхит бар. Тынық мұхиты, көлем жағынан ең үлкен мұхит. Одан кейін екінші мұхит Атлант мұхиты, үшінші мұхит Үнді мұхит және төртінші мұхит солтүстік мұзды мұхиты. Мұхиттағы ағыстар бізде екі түрге бөлінеді. Жылы ағыстар картада қызыл түспен көрсетіледі, ал суық ағыстар картада көк түспен көрсетіледі. Мұхиттағы пайдалы қазбалардан біз құрылыс заттарын аламыз, ақтас аламыз, цемент аламыз, тұз аламыз. Ары қарай мұнайдан керосин, гудрон, бензин, профин аламыз. Және де тыңайтқыштарды ауыл шаруашылығына қолданамыз. Табиғи газ бізде Маңғыстау түбегінде алынады. Маңғыстау түбегінде. Ал балалар, барлығымыз өзіміздің тобымыздың тақырыбына байланысты постер қорғаймыз. Солтүстік мұзды мұхиты, ол ауданы 14,7 миллион километр квадрат, және де оның құрамында мұз болғандықтан тұзы болмайды. Солтүстік мұзды мұхиты солтүстік орта полюсінде орналасқан, оны Ричард Чанстер зерттеген. Оның тереңдігі 5527 метр, ол ең кіші, ең суық мұхит. Су көлемі 18 миллион километр квадрат, орташа тереңдігі 1220 метр. Тынық мұхит ең үлкен мұхит, оны зерттеген Юнан Майлар. Тынық мұхит ең аралығы мұхит, оның ауданы 179 миллион километр квадрат. Тынық мұхит өсімдіктерге және жануарларға бай, оның тереңдігі 11022 метр. Тынық мұхиты ең жылы мұхит, оның ең терең жері Мариана шығармасы. Ең жылы мұхит. Үнді мұхитын Джеймс Кук зерттеген. Мұхиттардың ішінде 3-ші орында алып жатқан Үнді мұхиты. 1940 жылы еуропалықтар Үнді мұхитын игере бастаған. Атлант мұхитының ауданы 91,6 миллион километр квадрат. Ең терең жері Пуэрто-Рико деп аталады, оның ұзындығы 8742. 1492 жылы бірінші кесіп өткен ғалым Христофор Колумб. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында сендерге сұрақ қоямын. Сол сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрағымыз: қай мұхит ең үлкен мұхит? Көлемі жағынан. Нафиса? Тынық
жарайсың. Ал енді байлыққа ең бай мұхит қай мұхит? Мери? Ол да Тынық мұхиты. Жарайсың. Ең терең шұңға қай мұхитта орналасқан? Мұратбек? Тынық. Тынық мұхитының ең терең жерінде бар.